қайырлы күн. Мен тағы да бір қызбен кездесіп отырмын. Біз қазір ZDZ деп аталатын керемет конференциядамыз. Турцияда, Анталия қаласында өткізілуде. Енді мына қызбен сіздер таныстырғым келеді. Есіміңді айтсаң, қайдан боласың, жасың нешеде? Менің аты-жөнім Айгерім. Жасым 32-де, Атырау қаласынанмын. Қаттырақ сөйле. Айта бер. Атырау қаласынанмын. Аха. Каралға Қашан келдің? Қанша жыл болды Каралмен айналысып жатқаныңа? Бұл бірінші сұрақ. Екінші, бұл жерге бірден сен бизнес деп келдің ба, продукция деп келдің ба, сол жақтарына айтсаң. Каралға мен бизнес іздеп келген жоқпын. Басында денсаулық бойынша келдім. 10 жылдан бері потребитель болдым. Бизнеске тек қана осы көп болған жоқ бизнеске келгеніме. Но мен түсіндім. Қанша уақыт болды бизнеске келгеніңе? 10 жыл потребитель болдың да? 10 жыл потребитель болдым. Не түрткі болды бизнеске оянуыңа? Бизнеске оянуыма ақша түрткі болды. Барлығына керек ақша. Денсаулық келу үшін де ақша керек. Сол үшін мен бизнеске бет бұрдым. Иә. Сен түсіндің ғой, егер де сен тегін алғың келсе продукцияны, керемет продукцияны. Бұл жерде мүмкіндік туғызып отыр, компания мүмкіндік туғызып отыр тегін ішуге. Оны тек қана жүрегіңмен алған результатыңды бөлісе отырып, бұл жерден компания ақша төлейді. Иә, әрине сен 10 жылдың ішінде көптеген результаттар алған шығарсың, иә? Көп Сол жөнінде результат кішкене айтып өтсең. Результаты өте көп. Мен өзім кішкентай кезімде боткен болып ауырдым. Содан уақыт өте келе соның бәрі әсер еткен болу керек. Менің бауырымнан проблема болды. Өтімнен приступ болды. Бір 5 жыл бұрын өтімнен приступ ұстап, мен сол уақытта түсіндім денсаулықтың маған қымбат екенін. Мен өз-өзіме көңіл бөле бастадым. Содан бастап мен бір 6 ай продукцияны ішкеннен кейін 6 айдың ішінде мен айтпай ақ қояйын, теп-тез маған әсер етті деп. Может, ол психологияға байланысты шығар. Психология, например, адам позитивная сондай болса, ол тез результат алады. Ал егер де адам іштей банадай көңіл күйі төмендеп, ол көңіл күйі төмендейді, өйткені іші лас болғандықтан. Иә. Зашлакованность болғандықтан. Вот бәрі бір-біріне байланысты болып тұр ғой, көрдің ба? Бір-біріне байланысты болады оның барлығы. Сондықтан менің көңіл күйім төмен, жаңағы сондай бір депрессивный состояниеде жүрдім. Но 6 айдың ішінде мен өте күшті результат алдым. Бұл продукцияның өте жақсы екенін түсіндім. Сондықтан мен өзімнің ішуіме керек деп санадым. Және де адамдардың барлығына бұл керек деп санадым. Өйткені қазіргі таңда ауаның ластығына байланысты, біздің тамағымыздың құнарлығы төмендігіне байланысты біздің адамдарда Қазақстан бойынша болсын, бүткіл жер шары бойынша денсаулық ешкімде жоқ. Иә, дұрыс айтасың. Негізі 4 степень зашлаковки деген болады дейді да. 4 фактор. Ауадан аламыз, тамақтан аламыз, көңіл күй. Жаңа дұрыс айттың. Оказывается, көңіл күйің сенің жаңағы төмен болса, депрессияға мысалға бейім болатын болсаң, оның өзі зашлаковкаға алып келеді екен. Вот. Яғни сенің айтып отырғаның, сен тазаланғаннан кейін, организмді уже тазалағаннан кейін, өзінен өзі автоматически сенің көңіліңнің көтерілуіне алып келді. Ал одан кейін сен уже ақшаны да ойлай бастадың ғой. Ақшаны да ойлай бастадым. Конечно, адамның настроениесі уже көтеріңкі болған жерде уже ақшаны да мына жерден ақшаны да тауып алады ғой деген ой келді маған. Иә. Және де ол бір жақсы жері, бұл жерде ақша таба отырып, денсаулықты да табасың. И ол каждый адамға керек деп ойладым да. Неге мен айтпасқа деп ойладым. Дұрыс. Бұл инструмент ретінде де пайдалануға, и өзіңе денсаулықты да алып келесің. Иә, өте жақсы. Айгерім, енді біздің әңгімеміз кішкене қысқарақ болсын, сенің айтарың өте көп, мен сезіп отырмын, ішіңде жатқан информация қайнап тұр, айтқың келеді, бөліскің келеді. Дегенмен қазір алтын уақытыңды қиып, қазір біз кетіп бара жатырмыз ғой конференцияға 3-ші күн. Айтпақшы, айтайын дегенім, яғни сен ақша тапқым келді деп отырсың ғой, бизнеске бет бұрдың. Сол себепті де сен осы ZDZ деп аталатын конференцияға келіп отырсың, дұрыс па? Турцияға, өйткені сен бұны құрал ретінде пайдаланғың келеді, бұл конференцияны. Өзінің білімімді одан әрі жоғарылату мақсатында мен осы ZDZ-ға келіп отырмын. Иә. Не айтар едің келмей қалған адамдарға? Келмей қалған адамдарға өкінішті деп айтам. Көп ақпараттан қалып қойды. Соңғы қазіргі
заманауи заманның ағымына қарай осы жерде үлкен ақпарат алдым деп мен 100% 100% және сендім. саған осы ақпарат арқылы инструмент, яғни құрал ретінде пайдаланғандықтан келіп сен жаңа Қазақстанға командаңның ортасына сен уже действительно өзіңнің жаңағы мақсат тұтқан ақшаңды таба аласың. Аламын деп мен 100% өзіме сендімін. Молодец, Айгерім, үлкен саған рахмет. Құрметті көрермендер, сонымен Coral Clubқа келіңіздер, мынандай өнімді пайдаланыңыздар. Біздің команда арасында болыңыздар. Турциядан жалынды сәлем, Анталиядан.